Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер. Бүгінгі түсірілімдерде таңертеңгі бау-бақшаны аралау. Сіздерге көрсетейін деп тұрғаным. Бұйыртса міне даладағы ең бірінші баклажанды қиып алайын деп жатырмын. Алдында сіздерге көрсеткен болатынмын, баклажан өсіп жатыр деп. Міне әбден уже дайын, көріп тұрсаңыздар. Соны алайын деп бүгін қазір күшті жаңағы төшін язык деп айтады ғой, енем тілі. Соны істейін деп жатырмын. Міне қазір көріп тұрсаңыздар, бір баклажан пісті. Соны қасындаларын алдын алып тастадым, мына жетелердің барлығын. Енді мына үст жақтандағын жайлап уже алып тастап жатырмын. Міне көріп тұрсаңыздар. Себебі одан кейінгі міне қайтадан баклажан пісіп жатыр. Одан кейін ол піскеннен кейін уже мына аяқтарын байлап көріп тұрсаңыздар, өте үлкен баклажан міне. 50 сантиметрдей, жарты метрдей болады шығар. Мына жақтың барлығында шығып жатыр міне. Сол себепті де мен астыңғы жапырағын алып, мына баклажанды міндетті түрде қиып аламын. Так, міне. Болды. Опс, міне. Мына жерге тиіп кеткен жерді мында етпейді, енді міне көріп тұрсаңыздар. Өте керемет. Көтіміне келесін болса айтып тұрмын ғой, мына жерде сондай бар, мына жерді қазір қиып көрсетейінші. Мына жерде енді арамшөп болып кетті. Қазір. Өзіме бар болған соң 4 ма, 5 баклажан ектім ғой. Мына жердегілерді міне. Бұның барлығы қажет емес. Себебі же бұда ас жағында жоқ та. Үстінен басып шығып жатыр. Көріп тұрсыздар ғой да. Так, басқа жоқ, ешқандай жоқ сияқты. Мынады қиып тастап жатырмын. Шөптерін қиып тастаймын да, алмай ақ осылай жауып тастасаңыздар да болады. Әрі суға эконом, әрі көлең қылып тұрады. Солай. Міне тәтті бұрыштарда көбейіп жатыр, жайлап бұйыртса. Қызарып дегендей. Бұның да міне көріп тұрсаңыздар, мен уже алдында ғана астарын алып тастаған сияқты еді, міне қайтадан қаптап кетіпті. Қараңыздар. Олардың барлығын алып тастаймын, міне гүлдеп жатқан нелері де бар. Барлығын алып тастаймын. Бұл жерде мен алып тастаған болатынмын. Міне құлап жатыр енді. Амал жоқ, міне көріп тұрсаңыздар. Өнім мол енді. Бұны байлау керек. Солай. Так, бұны да сіздердің көздерін шығалайын. Бұл сорт Фелч Маршал деген сорт. Бұның тұқымын, бұл гибрид емес, сорт F1 деген емес. Жаңағыдай фаршировкеге, былай да тамақтарға қосуға өте дәмді. Міне көріп тұрсаңыздар. Бұйыртса күзде тұқымдары болады, міне қараңыздар. Кезекте фасольға кезек келді. Фасоль енді бұл жерде арам шөптермен қаптап жатыр. Қай жерде не бар екенін білмеймін. Тіпті помидорларға шейін жатыр, мен қараңыз. Міне фасольдар. Міне уже гүлдеп бастап жатқандар. Фасольді енді жазу үнеме теруге болады, білесіздер ғой, иә. Тамаққа қосып, супқа қосайын деп отырмын. Суп істеп. Соған қосайын деп отырмын. Көрмей қалатын жерлерді бір жағынан жасыл болып тұратын су жер жаман. Фасольдің. Біз оларды байлап қойып едік. Ой. Құлақты жеп қойды ғой. Мына жақтардың барлығында фасольдің онда ешқандай күтімі жоқ. Ауырын қырап тұр екен, енді шамалы. Енді фасольға өз басым әйтеу қиналмаймын. Ауырса ауырсын, жаңағыдай несесін шаруам жоқ та. Себебі маған ең басты өнім беретін нәрсе емес. Сол себептен бұған қатты қызықпайды екенмін. Мен егу керек болғасын еге салдым. Бір рет қана. Бір ретін тоже 4 ма шықты. Қызанақтар қасында құлап жатыр енді. Оны реттестіру керек. Айттым ғой, биыл тіпті үлгере алмайсың, ештемейді қарап.
Елікті жаңағы істептен бармен базар бұйыртса капустаны ерте пісетін капустаны алуым керек болады. Қызанақтарға келсе, қызанақтар енді суаратындар болған сияқты. Жапырақтар кішкене қайырыңқырап қалыпты. Қайдан білесіздер, міне жапырақтар кішкене мындай солыңқы және де мындай қайырылып қалса, онда уже су жетіспейді деген сөз. Ой, сындырып алдым. Пісіп жатыр. Так, уже свекло, яғни қызылша. Қызылшалар енді биыл жақсы шығып жатыр. Міне бөлек болып тұрғандар өздерінше кішкене жақсы болып тұр. Міне көріп тұрсыздар ғой, иә, міне бөлек болып тұрғандар. Мына жерлерінде енді кішкене бытсып кетті енді. Жеріне сары қаптап кетті, қараңыздаршы. Ол сарыдан шашадым бар ғой, сары. Былтыр білесіздер ғой, картоп болған жер осы жерде. Сол жерге биыл свекло екен болатынмын. Енді осы свеклоны жаңағыдай жамап тастап жатыр. Мына жерде мықты не істеп кетіпті, бұл жерлерде енді мен қалай алам білмей тұрман. Суарғаннан кейін алмаса енді кішкене мықты не болып тұр екен, қаттылау болып тұр екен. Жайлап өсіп жатыр. Мына жерде балкоктың кеше біреуін жұлып қараған болатынбыз. Дәмі дегенді керемет дәмі. Капусталарды білесіздер, міне уже әбден дайын болып пісіп қалды. Ертеге пісетін капусталар, міне көріп тұрсаңыздар, әбден дайын. Бұйыртса маринованный орамжапырақ жасаймын шығар деген ойда. Міне бұл ерте пісетін капусталардың бір түрі. Сіздерге көрсетейін деп тұрғаным жуа болғанда пияздың андай лук паре деп атады, сол түрі. Міне бірінші дегудемін, бірақ раман емес. Міне қалыңдығы. Бұның бір жақшы түбімен аласыздар. Ең қалың көрсетейін сіздерге. Ең қалыңды. Бұның бір жаман жері қаңтар айынан бастап өсіресіздер. Пісу ұзақтығы өте көп, сол себептен енді мықты еңбекті қажет ететін жаңағыдай қалай айтсам пияз. Оның арасында мен нені егіп тастадым, редиска егіп тастадым, көріп тұрсаңыздар, бос тұрмасын деп. Мына жерде қараңыздар, көлеңкеде қандай әдемі болып тұр. Кабачоктың жапырағы керемет болып тұр. Өзімнің тұқымынан істелген кабачоккасы көрсем, ол да мен пісіп жатыр. Мына жердегі сіздерге қызық жағдайды айтайын қазір. Қарбыз егіп жатыр едім, иә. Білмеймін, ол өскенше өседі, өскенше өспейтін көрінеді. Осында кішкентай болып тұр, енді көреміз бұйырған. Әзірге кішкентай. Басқа жерлерде жоқ сияқты. Негізі күнді жерде olur ғой, мен көлеңке жерге егіп қойдым. Міне сіздерге былтыр көктемде жіберген тұқымдарымның өзіме де ектім. Кабачоктың не қарасаңыздар, болады дәлсіндей. Кабачок шығып жатыр. Бұл енді үлкен кабачок болады. Сақтауға да болады өзіңізге де. Өте керемет, молынан береді бұйыртса. Сондықтан да саспасаңыздар болады. Мына жерде толып. Аяқты тұрған сіздерге көрсеттім, көлеңкеде дәл осындай кабачок. Асқабақтар менде енді биыл кішкене шықпай жатыр ма, суарылмай жатыр ма, көріп тұрсаңыздар барлығы солып жатыр, енді көреміз бұйырған. Гүлдің бір түрі импампия деп аталады. Көріп тұрсаңыздар, яғни зауырларда әдемілеуге өте керемет. Қазір гүлдің түстерін көрсетемін сіздерге. Қандай сіздерге көрініп тұр ма, өте әдемі түс. Әппетім. Жерде енді міне персик. Персиктер кішкене сәл үсіңкіреп қалды, алдында аязда мен қарап тұрсаңыздар. Өте жылу қанды екені көрініп тұр. Бұл жаңа тұқымнан шығарған персик. Аязға суып қалып тұр. Енді берсе береді, бермесе жаңағыдай әдемілік үшін өсіріледі. Мына жерде импампия бар, көрсетейін сіздерге. Әртүрлі түстілер бар менде. Мына жерде мындай түсі бар. Розовый түсі бар, оны таба алмай тұрмын. Мынандай түстер бар. Полиостар өте керемет өсуде. Қараңыздар. Өте керемет өсуде. Мынандай түсі бар, әдемі.
Өте керемет. Мынандай түсі бар. Көріп тұрсаңыздар. Мыналарды мен арнайы горшок киіп қойдым. Бұйыртса күзде болса кіргізе қоятын қылып. Дезинфекция жасап. Хризантеманың менде басқаша түрі бар. Басқаша түрі міне жайлап бастап гүлдейін деп жатыр. Жапырағы мынандай укроптың жапырағы тәріздес. Басқаша гүлдеп өте ашылайын деп жатыр. Мына жақтың барлығын солай еккен болатынмын. Тұқымы бұйыртса күзде болады. Менде бар, артығы менде. Жаңа цинялар бастап гүлдейін деп жатыр. Мына жерде көріп тұрсаңыздар базилик петунияның басында тұр. Бір жаны декоративный жаңағы әдемілік ретінде, бір жаны иісі деген енді керемет. Ауада тазартып тұрсын деп осы жерге еккен болатынмын. Барқытсы гүлі көбінесе жаңағы қиналып егетін адамдарға өте таптырмас. Бойы аласа, ешқандай күтімді қажет етпейді. Не алған адамдар білетін шығар, өсіп жатқан шығар уже. Бойы 20 сантиметрде болады. Топ осындай сары гүлдер шығып тұрады, өте әдемі. Менде өзімде осындай клумба бар. Так, мына жерде уже амарант көбісі залында білесіздер, конкурстарда ойнатқан болатынмын. Қалыңдығын қараңыздар. Былтыр мен барлығын біріктіріп өсірген болсам, мен мына жердегі сияқты көріп тұрсаңыздар жұқа. Ана бір өзі ашық жерде тұрғанда қараңыздар қалыңдығын. Қараңыздар, ағаштың қалыңдығы сияқты. Мына жерлерде де сондай. Ағаштың қалыңдығы сияқты, яғни өте кең бұл өскенде өте жақсы көреді екен. Жапырақтары да сондай үлкен. Айтып тұрмын сіздерге, забордың шеттеріне ексеңіздер өте әдемі. Бойы дейін кете береді. Міне уже бастап әдемілігін шығара бастап жатыр. Бұл бір жерден үстінен шығады, жағынан шығады, мына жерлерінен шығады. Өте керемет. Бұдан да ұзын болады, просто мына жерде су болмағандықтан енді барынша өскен түрі. Бұдан да бұл ар жақ метрге шейін кете береді, 2 метрге шейін кете береді. Сондай канал жазуын паңыздар. Сол болыңыздар.